Қыздар, өте дәмді карамельный пирог дайындаймыз. Песочный тестомызға ұнға разрыхлитель қосып, бөлме температурасына сары майымызды қосып, қолымызбен үгітіп аламыз. Оның үстіне қант, бір жұмыртқамызды салып, осыны бір келкі қамыр илеп аламыз. Қамырымызды видеода көрсеткендей етіп, әдемілеп жайып, формамызға бір келкі әп-әдемі етіп салып аламыз. Формаға салғаннан кейін бортиктардың барлығын түзулейтін боламыз. Сол кезде пирогымыз әдемі болып шығады. Одан кейін дайын қамырымызды осы формасымен бірге холодильникке сала тұрамыз. Начинкасына вареная сгущенка, жұмыртқа, сливке қосып араластыратын боламыз. Осыны венчиктің көмегімен. Дайын начинкамызды қамырдың үстіне құйып, 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді пирог болып шығады. Ас болсын.